Әлеуметтік еңбек қатынастарының мәселелерін шешуде кәсіптік одақтар маңызды рөл атқарады. Бірлік пен ынтымаққа еңбек адамдарының мүддесі жолында қызмет ететін кәсіптік одақтардың кәсіби мерекесі күні облыс әкімінің орынбасары Жүсіп Жұмағұлов саланың дамуына үлес қосқан қызметкерлерді облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапаттады. Жүсіп Жұмағұлов кәсіптік одақтың рөлі аймақтық кәсіпорындардың мүдделерін қорғау тұрғысында өте маңызды екенін атап өтті. По инициативе профсоюзного центра кәсіподақ орталығының облыстық үш жақты келісімінің бастамасы бойынша 24-26 жылдарға мынандай іс-шаралар енгізілді. Еңбек ақыны арттыру кезеңінде қызметкерлер санының немесе штатының қысқаруына жол бермеу бөлігінде, сондай-ақ жалақыны міндетті индекстеуді жүргізу, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңестер мен техникалық инспекторлардың қызметін жасау, техникалық инспекторлардың жұмысын ынталандыру бойынша ұзақтығы кемінде 3 күнтізбелік күн қосымша ақылы демалыстар ұсынады. Іс-шараға кәсіптік одақ мүшелері қатысты. Олардың бірі Баларман балабақшасының директоры Балдырған Ильясов аталмыш салаға қосқан үлесі үшін республикалық марапатқа ие болды. Мен үшін өте маңызды, себебі соны республикадан беріп жатқаны. Жуырда ғана біз осы бір жұма болды, өзіміздің кәсіби ұстаздарға атап өттік. Міне біздің еңбегімізді шағын ғана елеп, осындай марапатқа ұсынған үшін өте қуаныштымыз. Іс-шараға аудандық кәсіптік одақ төрағалары да қатысты. Қайырлы Мұқышев, Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның кәсіптік одақ төрағасы, білім беру саласы қызметкерлерінің мүддесін қорғайды. Айта кетейік, аудан бойынша кәсіподақ құрамында білім беру саласының 2000-ға жуық қызметкері кіреді. 100 жылдық тарихы бар кәсіподақтың атқарып отырған қызметі өте зор. Ол кәсіподақ жұмыс беруші менен жұмысшының арасындағы алтын көпір деп атауға болады. Себебі қазіргі таңда әртүрлі еңбек қатынасы арасында даулы мәселелер болып қалуы мүмкін. Міне осыны шешуде біздің кәсіподақ ұйымымыз шешуші рөл атқарып отыр. Кәсіподақ ұйым ұжымының ауызбіршілігін нығайтып, жұмысқа деген қабілетін арттырады. Аталмыш ұйымның арқасында еңбек адамы ешқашан елеусіз қалмайды. Руслан Құсайынов, Ақнұр Қайырбек, Қазбек Арықбаев, Первый Северный.